Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қарақат вареньесін жасалу тәсілін сіздерге көрсетемін. Ең алдымен қарақаттың барлығын жақсылап жуып тазалап болғаннан кейін осылай ерттартқыштан барлығын өткізіп аламыз. Қарақаттың барлығын ерттартқыштан тартып болдым. Енді қайнататын жеке ыдысқа салып үстінен қант қосамын. 1 кг қарақатқа 1 кг қант қостым. Және де қайнап бастаған кезде бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Көп қайнатпаймыз, 10-15 минут қана қайнатамыз. Көп қайнатсаңыз қоюланып кетуі мүмкін. Егер де қарақатыңыз қышқылдау болатын болса, қантты 200 грамм артық сәл көбейтіп салуға болады. Қайнап болғаннан кейін, әбден салқындағаннан кейін қана ыдысқа құямыз. Қарақатымыз осындай болып шықты. Дайын болған қарақат вареньесін баклажкаға құйып, морозильникте сақтаймыз. Сол кезде ашымайды, бұзылмайды, бір қалыпта тұрады.